Картошканы сусыз қалай дұрыс жарты етуге болады? Бүгін сіздерге соны көрсетемін. Тура ресторанағыдай арнаға тіркеліп, жарайсың деген белгі қойып, комментарий жазыңыздар. Ал кеттік. Біз картошкамызды сусыз пісіретін болғандықтан ең бірінші күрин етімізді қуырып аламыз. Біз тауық етімізді қуырып болдық. Біз бірінші қуырып алған себебіміз өйткені картошканы сусыз пісіріп жатырмыз. И осы прожарка бізге жетеді, өйткені тауықтың еті тез піседі, өздеріңіз білесіздер. Енді шығарып картошкамызға жақсылап корочка беріп қуырып алатын боламыз. Қалғанын ары қарай көресіздер. Сондықтан тез астыға түсіп комментарий жазып қойыңыздар. Енді біз майымызды құйып, ары қарай картошкамызды қуыратын боламыз. Пиязымызды ортасынан бір бөлеміз. Енді қараңыздар. Қолда осылай ұстаймыз. Пышақ мына жерге бүйтіп осы жермен бүйтіп өстіп ойнау керек. Енді аламыз да бүйтіп үстінен ұрмай ақ қойыңыздар. Мынау басын неден доскадан алмай тура осылайынан. И мына қолды кішкене былайынан жылжытып отырасыздар. Сол кезде әдемі осындай слайстар пайда болады сіздерде. Жай көрсетейін, қараңыздар мына. Тура осылай. Мына басын алудың қажеті жоқ. Тура осылайынан жалғастыра бересіздер. Байқасаңыздар, пиязын етін әлі қосқан жоқпын. Етті алдын ала қуырып алған етімін. Бұл жерде чисто картошка, себебі картошкаға корочка беру мақсатында. Қарасаңыздар, мына уже нелер қызарып, уже сәл күйіп бастап отыр. Так назар қатты күйдірмейміз, просто приятно, аппетитно көрінетіндей кішігірім корочка береміз. Көп ресторандарда тура осылай пісіреді, даже стейкті де просто өстіп корочка беріп қалғанын арнайы пештерде пісіреді. Бұл да осындай бір схема дейміз ба, білмеймін, сондай бір түр. Пиязымыздың жартысын ғана саламыз. Біз енді кезек етке келді. Бұл тауықтың еті, жаңа ең бірінші қуырып алған етіміз. Бұны жартылай қуырып алған едік. Қосатын уақыт келді. Қазір қосып, жақсылап араластырамыз. Және де байқаған болсаңыздар, мен тамаққа тек қана тұз бен қарабұрыш қостым. Көп тағамға осы екеуі ғана қажет. Көп жерде қалған ингредиенттер көбінесе қажет емес. Көбінесе тамақтың дәмін шығаратын тұз бен қарабұрыш ғана. Ал енді етті қосып жақсылап араластырайық. Маған осы үндестік ұнайды. Бұл қарапайым маргарин, не болмаса сары май, картошка осылайынан жартылай қуырып қалған кезде тура осындай көлемде қосып жіберем. Өте керемет өзіндік бір дәмін береді. Бізде енді соңғы штрихтардың бірі жаңағы алып қалған дәл осы жерде қалған пиязымызды осының картошкамыздың бетіне себетін боламыз. Тура осылай. Мен сіздерге қазір бұның эффектін, иісін, қандай дәм беретінін айта алмайым. Өздеріңіз жасап көресіздер, одан кейін комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, ұмытып кетпей. Астыңғы отты кәдімгідей баяу қылып қоясыздар және бетін осылайынан жауып қоясыздар. Өздеріңіз көргендей тағамымыз дайын болды. Тура біз ойлағандай шықты деп ойлаймын. Мынау бетіне пиязды қойғаным бұл өте жақсы дәм береді и иіс береді, өте жақсы иіс, как будто бір шашлык иіс секілді. Өздеріңіз де көріп, адам жазасыздар. Ал енді картошкамызды көрейік. Ең үлкенін алдым, ортасынан ақ бөлеміз. Өздеріңіз көргендей, андай жартылай картошканы бір шоққа сала аласыздар ғой, жартылай сондай болады. Дәмі енді кәдімгі майлы әдемі. Просто картошка ауызда балқып кетеді. Өздеріңіз көріңіздер, етін көрсетейін айтпақшы. Міне, жақындап көрсетші. Етімді көріңіздер, кәдімгідей піскен көрініп тұр. Дәмін көрмесен де зор. Эксперимент сәтті шықты. Челлендж орындалды, енді челлендж деп айтқан жоқпыз. Бірақ үйлеріңізде жасап көріңіздер. Егер жасаған болсаңыздар, астында менің инстаграмым тұр, сол жаққа жазыңыздар. Болмаса осы жаққа комментарийға қалай шықты өздеріңіз жазып результатын айтатын боласыздар. Мен сіздерге кішкене болсын бір нәрсені дұрыс жағынан үйреткеніме қуаныштымын. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жарайсың деген белгі қойып, лайк басып, астыға комментарий жазып, видеоны достарыңызға таратыңыздар. Просмотр көп жинауға септіктеріңізді тигізіп
келесіде қандай видео түсірейік, өздеріңіздің идеяларыңызды айтыңыздар, мен тыңдайтын боламын. Егер де осы видео 1000 просмотрдан көп жинайтын болса, ары қарай өте күшті түсіретін боламыз. Барлықтарыңызға рахмет. Жеңісті күндерде жолыққанша, білістер құсап.